Бала тәрбиелегенде. Бала тәрбиелегенде алдын алу болса, тағы мен енді өзім ғылыми салама кетемін ғой. Өзі адамда 2 программа формируется. Бірінші программа ұрық барып жатырға түседі ғой. 2 аптадан кейін жүрек дүрсіл пайда болады. Сол кезде бірінші программа жазыла бастайды. Екінші аптадан кейін ол жатырға түседі. Первое сердцебиение 2 апта, 3 апта не имеет важности, но главное первое сердцебиение түскеннен бастап, болғаннан бастап, ұрықта уже программа, психикалық программа басталады. Не программа ол? Ол не программа? Жатырдан 3 жасқа дейін адамның болмысы анықталатын программа. Табиғаты. Ол қандай адам болады? Жмот па, жомарт па? Яркий немесе бір тұйық бола ма? Оны кім қадағалау керек? Анасы? Оның анасының тура состояниесі балаға программа болып жазылады. Кез келген әйел азаматтың. Тұрмыс құрап балалы болған әйелдерге осы қазір де бүйтіп вызов тастап айтайын, балаңыз мысалы 3 бала, мен 4 бала бар, 4 балама қарап, мен 4 баламдағы 4 түрлі состояниемді көрем. Бала алыстан келмейді. Бала жатырдағы программадан қалыптасады. Үлкені қорқақ, екіншісі батыл болуы мүмкін да? Өткен сен үлкенде біздің менталитетте қандай? Үлкенді көтерген кезде бәрі бүйтіп деп жүреміз ғой. Екіншісінде уже тіл шығады да әйелдердің. Тура сол сияқты өзі үлкені шамалы момындау жуастау болады да, екіншісі кез келген отбасында қасқыр болып тұрады. Яғни 3 жастан кейін әлгі баланы тәрбиелеу мүмкін емес па сонда? Келесі программа бар. Жатырдан 3 жасқа дейін болмысы анықталатын программа, 3 жастан 8 жасқа дейін тұрмысы анықталатын программа. Бар ғой мысалы балалық кезде тұрмыстық материалдықта жатады. Соның бәрі әсер етеді ғой. Ашқан тоң дейді ғой. Бірақ сол қарын ашқанды болдырмаймын деп әрекет ететін адамдар бар ғой. Сол кезде оның жатырда программасы стержін қалыптастырды да, шешесі жатырда кезде. Вот көресіңдер, мен жасаймын бәрібір деген әйел тұрды ана ішінде. Негізі оның жатырында жатқан кезде шешесінде. Ол сосын барып 3 жастан 8 жасқа дейінгі кез келген, ол нищета, ол богатство не имеет важности. Ана баланың болмысының программасы мықты болса, тұрмысы оны бұза алмайды. Ол жарып шығады. Ал 8 жастан кейін бала тәрбиелеп әуре болдың қайшы, одан кейін тек бала пример көреді.